Қалайсыңдар? Бүгін 10-шы күн. Бүгін мен саған опрос жасадым ғой. Қай кезде сендердің ақшаларың азаяды? Соған қатысты қазірден достарымнан сұрап көрем. Сол туралы тема қозғайтын боламын и айтып беремін, қай кезде ақша азаяды. Ернат. Ақша қай кезде азаяды айтып? Мен ойымды жинақтап алғым керек еді. Вообще, ақша қай кезде сенде азаяды? Сен жұмыс істемегенде азая ма? До этого как ты думал? До этого? Когда сен жұмыс істемеген кезде, или вообще цель жоқ кезде, цель жоқ кезде, естественно, жұмыс жасамайсың ғой, и, соответственно, ақша болмайды. Ал бар ақшаның азаюы, это когда сен просто хотелкаларың бәрін ала бергенде. Ол пайдалы болса да, пайдалы болмаса да. И біреудің қалаған, например, біреу бір нәрсе алды ма, мен де соны алғым келетін шығар деген оймен ала беру. И сен алғаннан кейін де не да? Алғаннан кейін, я. Алып аласың, и, скорее всего, ойлайсың, блин, қатты керек емес екен. Лучше надо было подождать. Сол ақшаны азайта ма? Иә, просто так ақшаны азайтып жібереді. Әлібек, сенші? Сен қалай ойлайсың? Сенде ақша қай кезде азаяды? Ақша қай кезде азаяды? Опять он. Жоқ, олай емес. Білмеймін. Ақша қай кезде азаяды? Ақша, когда я бездельничаю. Когда? Ты стараешься, да? Да. Ақша табуға, тырысатсың, но все равно доход келмей тұрады. Аха. Қандай кезде келмейді? Енді ол дұрыс. Значит, сен істеп жатқан нәрсең дұрыс емес. Сенде прибыль әкелмесе, ол значит сен дұрыс емес істеп жатсың. Либо же андай жұмыстар бар ғой, басында әкелмейді, потом барып әкелетіндей, мысалы, там опыт аласың, не істейсің деген сияқты. Все-таки мен көп бір жерде ақша әкелмесе көп тұра алмаймын. Допустим, сенде 120 мың теңге түсті. Сен қарайсың, ақшаң азайып жатыр. Иә. Не себеп болатындай ақша? Значит, сен доходыңнан расходың көп болып кетіп тұр ғой. Сол кезде сенде ақша жетпейді, конечно. Сен Каспий болатындай ровно ештеңе бар екенін білесің бе қазір? Қазір ма? Жоқ, білесің бе, я жоқ. Ровно айта алмаймын. Ровно айта алмайсың, примерно білесің бе? Иә, білемін. 3500. Айтпа. Брат, сен Каспийда ештеңе бар екенін білесің бе қазір ровно? Кеше білген, бүгін білмеймін уже. Қазір білмейсің бе? Кеше білгенсің да? Енді бүгін түсті ғой, бүгін уже қарамадым. Скорее всего, қарамаймын енді. Мен неге сұрадым? Каспийдан ештеңе бар білесің бе, білмейсің бе деп. Қазір кешке айтамын, ол нәрсенің барлығын не үшін адам бір адамда біледі, бір адамда білмейді. Соның разницасын айтып беремін қазір. Әдеттегідей осы жарға келдім. Бүгін кешке айтам дедім, сол туралы айтам қазір. Яғни бүгінгі тема ақша қай кезде азаяды, сол туралы болады. Бұл ақшаға қатысты меніңше соңғы видео болады. Дальше уж басқа инсайттар туралы айтатын боламын. Бұл алынған инсайт ақша туралы кеше алынған болатын. Бұл инсайтты бастау үшін бірінші бір притча деймін да, хадис деймін, әңгіме деймін, аңыз деймін, содан бастайды, түсінікті болу үшін да. Қараңдар. Ол нелер естілсе, ол притчаны білсеңдер, ол қателесуі мүмкін да, жанасуы мүмкін үшін, қиғынан болуы мүмкін, но суть сондай. Қателеспесем, ол пророк та, яғни пайғамбар болатын. Сол кісі пир жасайды, оған қонақтар келіп атады, бір рис болады, бір қапшыққа рис. Ол сәттен үшін қазанда пісіріп қоямасын деп, қазанда үшін бір тамақ пісіріп тұрады, бір какой-то көлемде. Айтады сосын, көп әскерлер келе ма, сонда бір нәрсе болады да, айтады, осы қазаннан крышкасын ашпай қанша қалғанын қарама, и алда сала бер тамақ деді. Давай, я дейді, сала береді, уже 100 әскер, 1000 әскер тояды анадан. Сала береді, бітпейді анау. Сала береді. Сосын тұрады да, қанша қалды екен дейді да, қарайды. Ашып көреді дейді. Ашып көрсе бітіп қалған ғой. Осы аңызды, осы естігенде кеше қатты жарылдым. Именно ашқан кезде қанша қалды екен деп қараған кезде ол бітіп қалды. Сөйтті, ол түсіндіңдер ма? И
просто когда сен ақшаны санайсың, ол ақша азаяды. Сен Каспиімде қанша қалды екен деп қарайсың, ол азаяды. Ол алған инсайтпен, инсайт қай кезде болады? Когда сен, менде де сондай ғой деген кезде инсайт болады. Просто так күшті әңгімелер, это инсайт болмайды. Когда сен басына өтеді, шынымен, сен миыңда түседі, сенде өмірінде шынымен заңдылық сондай болды ғой деп. Сол кезде сенде инсайт болады. Енді қара, менде қандай болды? Оны алдында шынымен мен бүйтіп ойланып қарап отырдым да. Оказывается, менде қай кезде ақша бүйтіп спад болып түсті, когда мен қараған кезде екен. Когда мен Каспи голдымда так 19.720 теңге деп қараймын ба, кетеді. 12, 15, 3, 2 деп кете береді. Пока мен санай беремін, ол азая береді. И сол нені түсінгеннен кейін, осыған не қай кезде мен көбейтіп қарасам, қай кезде мен когда уже 1000 теңге бірдеңе қалып қояды ғой, мен уже санамаймын уже, 1000 теңге шығар деп, уже санамай кетемін ғой, ақша жуу деп көтеріледі. Мен қайтып санап басайын ба, жуу кетеді. И мен соны түсіндім да, ё-майо, мен не істеп жүрмін деп. И бүгін әдейі осы видеоға мана жігіттерден де сұрадым видеоны да, бүйтіп жасадым. Каспиімді неше қалып әкел санайын деп айтамын ғой. Көрейін, да? Санайым бүгін именно, дәл бүгін қайтып жасаймын сол нәрсені. Сол қателікті алғанда әдейі жасаймын. Жасаймын да санайым. Осынша теңге қалды деймін да. Так. И бір сағаттан кейін ба, оказывается, сайттың мен жасаған подпискалардың уақыттары именно бүгін бітеді екен. Сол подпискасын алды, ай сайын кететін ақшалар бар, подпискалар. Если бумға, неге, аудиокнигаларға, әртүрлі сайттарға, біз сервистерға подписка жасаймыз да. И тұрады да подписка цук алып, мынау бүйтеді, шығын, мынаяқтан. На тебе деп жазып шоқып кетті ғой. Ё-моё, айттым, неге? Потому что неге мен солай істедім, чтобы сендердің көздерін жеткізу үшін. Потому что ол шынымен солай. Мана сұрадым ғой, сендер білесің ба, Каспи голдында қанша теңге бар деген кезде, мен білгім келді, ол ақшадан санап жүр ма, санап жүрген жоқ па. Санап жүретін адам, ол біліп тұрады тиынына дейін. Сен тиынына санауды, мен ой деп санай берсең, көтіне тұра берсең, бүйтіп грубо айтқанда, ол азая береді. Сол үшін ғой бай адамдар щедрый болады. Андай бір не бар ғой, ой, мен бай болсам да сөйтіп благотворительностьқа беретін едім деген сияқты бір ой бар ғой, дурацкий да. Онда емес, олар неге бай болды, потому что олар бөлісті. Олар санамады. Олар Стив Джобс тиын санады деген басқа сыймайды. Неге? Потому что ол сүйікті ісімен айналыса берді, ақша бір жағынан келе берді. Ол тиын санамады. Кім тиын санады, олар сағат банкротқа түсті. Потому что олар тиын санап қалды. Когда сен тиын санайсың, сенде үрей пайда болады. Мына ақша азайып барады ма? Ол үрей болған сайын сенде азая береді. В общем, мен қазір мурашки жатыр менде, потому что ол шынымен солай. И так что ақшаны санамаңдар, потому что ол нәрсе сенің жұмысың емес. Сенің жұмысың барынша көп адамға көмектесу, өз услугыңды көрсету, өз қызметіңді көрсету. Вообще, любой сен қандай жұмыс жасап жатсың, сенде бір миссия болады. Сен даже вахтада жұмыс істесең де, сен в любом случае неде сен елдің экономикасын көтеріп жатсың да. Кім болсаң да, логопед болсаң, сен сау балдардың өсуіне әсер етіп жатсың. Сен математиктен сабақ бересің ба, веганство бересің, сен білімді балдарды көтеріп жатсың. В любом случае сенің өмірінде өз миссияң бар. Сен в любом случае бір миссия атқарып жатсың. Сен бездельник емессің, сен бір жерде жұмыс істеп жатсың. В любом случае. И сол нәрсемен айналысу керек. Просто өз жұмысын тауып, сонымен айналысу керек. Өтіп кетсін. Айналысу керек. И мынандай нәрсе болады. Когда сен, допустим, жасап, но это не твое, да? Бұл кезде сен уже ішің сезеді ғой, что это не твое, да? Но сен все равно біреудің жұмысын жасап жатсың да? Сенің миссияң бар да? Но қазір маған ойыма келіп жатыр да, қай кезде сен ақша санап қалуы мүмкінсің? Когда сен өз сүйікті ісімен айналыспай жатсың. Сол кезде сен қанша тапсаң да ақша санайтын сияқтысың. Потому что если адам, Стив Джобс, допустим, да басқа адамдар болсын, нәтижеге жеткен да, олар ішінде не нәрсе болды, сонымен айналысқысы келді. Олар, соответственно, нәтижеге жетті. Неге? Потому что олар параллельно ақша санаған жоқ, тиын санаған жоқ. Олар идеяны воплотить еткісі келді. Ал кім ақша санамайды, оның ақшасы көбейе береді. Так что мен ақшам азайып қалды, бүйтіп қалды деп уайымдамаңдар. Сенде наоборот, это парадокс.
потому что бүйтіп қарасаң парадокс қой, что қалай ол санағанда наоборот деньги любить счет деп айтады да, но сен санаған сайын сенде үрей пайда болады, сен одан сайын сол нәрсені жоғалтып аласың, не нәрседен қатты қорқасың жоғалтып, сол нәрсені жоғалтып аласың. Сол үшін не считайте, просто алдында жұмыс істеңдер, жұмыс істеген кезде старайтесь өз жақсы көретін жұмыстарын жасауға. Ол кезде вероятность көп болады, что сенде ақша санамайсыңдар. Бүгінгі инсайт сол, что именно так, бір нәрсе. Когда сендер осы челленджге қатысты нәрсе ғой, біз 3 миллион теңге табамыз деп қойдық қой, да? Біз цель қойған кезде ақша деп қоямыз да, көбісі. Мұнша теңге тапсам ғой, мұнша теңге тапсам ғой деп. Оказывается, мен сөйтіп сұрап жүрген кезде, Құдайдан да осылай болса маған келеді. Оказывается, маған келеді екен ол ақша. Бүйтіп қарап тұрсам, маған ставканың адамдары келді да, оңай ақша ғой енді. Сояқтың услугалары келді. Мынаны істеп, в общем, адал емес жолдардың барлығынан келген ғой, оказывается. Нормальный суммада келген. Сол үшін мен сол кезде маған ағам түсіндірді, что сен дұрыс сұрамай жатсың. Сен сол кезде айтты, сен ақшаны сұрама деп. Сен басқа нәрсені сұра. В общем, ол бөлек тема енді, что қалай сұрау керек екен, не нәрсе сұрау керек екен, чтобы ақша адал келді, соның барлығы да. Бұл добавок да, келесіде осы нәрсе туралы айтатын болам, ал бүгінгі инсайт ақшаларын санамаңдар. Если жетпей жатса, айтыңдар. Болған кезде алам деңдер, болды. Так что давайте барына шүкір етіңдер, жоққа тәуба деймі. Жұмыс істеңдер, когда сол ақша сендерде пайда болады, допустим, iPhone хочешь, да, 350-ге. Қай кезде ты имеешь право хотеть этот iPhone, да? Этот iPhone. А когда сенде 350 тұрса, сенде 500 мың тұрады, сол кезде можешь хотеть iPhone, да. Пока сенде ақша жоқ, просто работай и все. Оны ойлап бас қатырма. Кеттік.